Сонда сен мені батыр санадың ба? Деп сұрады ол. Иә, мен дәл солай ойлайым. Мүмкін. Бірақ мені батыр еткен менің өмірімде болған ұстаздар. Олар маған шабыт берді. Мен саған соның біреуін айтып берейін. Көп жыл бұрын мен Стэнфорд ауруханасында ерікті болып істеп жүрген едім. Сол жерде Лайза есімді кішкентай қызбен таныстым. Ол өте сирек, әрі аса қауіпті дертпен ауырды. Оны аман алып қалудың жалғыз жолы оған 5 жасар інісінің қанын құю еді. Бұл дертпен інісі де ауырып, бірақ адам сенгісіз жағдайда жазылып кеткен. Содан бері оның бойында осы аурумен күресетін антиденелер қалыптасқан болатын. Дәрігер інісіне жағдайды түсіндіріп, қанын бергісі келеме деп сұрады. Бала бір сәтке ғана ойланып қалды. Сосын терең дем алып, егер бұл Лайзаны құтқаратын болса, мен дайынмын деді. Қан құю басталды. Бала әпкесінің жанындағы кереуетке жатты. Екеуі де бір-біріне қарап, жымиып жатты. Біз де күлімдеп қарап тұрдық. Өйткені Лайзаның беті біртіндеп қызара бастаған. Бірақ біраздан соң баланың өңі қашып, жымиысы өшіп кетті. Ол дәрігерге бұрылып, дірілдеген үнмен, мен қазір өле бастайым ба? Деп сұрады. Ол әлі кішкентай еді. Дәрігердің айтқанын дұрыс түсінбепті. Ол бүкіл қанын ауру әпкесіне беріп, өзім өлемін деп ойлаған екен. Иә, мен батыл болуды үйрендім, деді ол. Себебі менің өмірімде нағыз ұстаздар болды, нағыз батырлар.